Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге клубника джемнен пирог жасайтын боламын. Барлық рецепт описание бөлімінде. Ең алдымен таза ыдысқа електен өткізілген ұнды саламыз және қопсытқышымызды қосамыз. Қопсытқыш менде 10 грамм және ванилин, шым тұз қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қолымызбен крошка жасаймыз. Крошкамызды жасап алдық. Ендігі кезекте қант, сүт және жұмыртқамызды қосып, қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды дайындап алдық. Ендігі кезекте пищевой пленкамен орап 30 минутқа холодильникке қалдырамыз. Қамырымыз холодильникте 30 минут тұрғанша салмасын дайындап аламыз. Салмасына құлпынай, крахмал және қант керек болады. Ең алдымен құлпынайды жуып, тазалап алғаннан соң 4 бөлікке бөліп турап аламыз. Құлпынайымыздың барлығын турап алдық. Ендігі кезекте кастрюльге салып, газ плитада орташа отта қайнататын боламыз. Қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Орташа отта қайнатамыз. 50 мл таза суымызға крахмалымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қайнап жатқан кастрюльдегі құлпынайымызға қосамыз. Сонда джеміміз қоюланып, пирогқа әдемі болады. Жақсылап лопатканың көмегімен араластырып аламыз. 2-3 минут көлемінде газ плитаның кетіп қалмай, осылай қозғап отырып, джемімізді дайындап аламыз. Қоюланғаннан соң газ плитамызды өшіреміз, джеміміз дайын болады. Таза ыдысымызға бөлек құйып аламыз. Сонда джем тез суитын болады. Біз қамырын дайындап алғанша суып тұрады. Арадан 30 минут өтті, қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірінші бөлігін үлкен қылып, екінші бөлігін кішкентай қылып аламыз. Үлкен бөлігі астыңғы жағына, кішкентай бөлігі үстіңгі жағына болады. Үлкен бөлігін жақсылап илеп, формасын әдемілеп дөңгелетіп аламыз. Содан соң ұнымызды сеуіп, жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Пергамент қағазы немесе пальганың үстіне төсеп, қолымызбен біркелкі қылып реттеп аламыз.
Содан соң оқтаумен біркелкі қылып тегістеп шығамыз, пирогымыз әдемі болып шығу үшін. Содан соң қамырымыздың үстінен тарелканы бастырып шығамыз. Жанын кескен кезде біркелкі болып шығу үшін осылай міне сызық қалдырамыз. Содан соң қамыр кескішпен рет-ретімен кесіп шығамыз, тура бейнедегідей. Қамырымызды кесіп алдық, кескен бөлігін тура бейнедегідей осылай қарама-қарсы қылып жабыстырып шығамыз. Қамырымыздан осылай әдемі қылып форма дайындап алдық. Ендігі кезекте жандарын осылай реттеп шығамыз қолымызбен. Ақырын осылай әдемілеп шығамыз. Ендігі кезекте қамырымыздың екінші бөлігін ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Осындай роликпен қамырымыздың үстін басып кесіп шығамыз. Кесіп алдық. Қамырдың арасын осылай ажыратып аламыз. Кесілмей қалған жерін пышақтың көмегімен арасын ашып жібереміз осылай. Біркелкі болып шығу үшін артық қамырды кесіп алып тастаймыз. Ендігі кезекте салмасын саламыз. Дайындап алған джемімізді осылай қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Шаймен ішкенге өте дәмді пирог. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің рецептерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және лайк басып, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мен өте қуанышты боламын. Менің рецептеріммен жасап жатсаңыздар, обязательно комментарий бөліміне жаза кетіңіздер ой пікірлеріңізді. Салмамызды салып алдық. Ендігі кезекте қамырымызды ақырын қолымызбен алып, беткі бөлігін осылай тура бейнедегідей жабыстырып шығамыз. Жабыстырып алдық. Ендігі кезекте жұмыртқамызды бетіне ақырын жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай пісіріп аласыздар. Клубника джем пирогымыз пісті. Қараңыздаршы, көрінісі өте әдемі, әрі дәмді, өте дәмі ерекше. Және қонақтар келген кезде дастарханға ұсынсаңыздар, өте әдемі, әрі дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Клубника джемнен жасалынған өте ерекше болады. Сіздермен болған Жансая. Ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар.